Сәлеметсіздер ме? Мен каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бүгінгі видеода мен сіздерге 2024 жылы зейнетке шығатын әйел кісінің зейнетақы мөлшерімен таныстыра кетемін. Сонымен қатар еңбек өтілі, зейнетақы аударымдары туралы ақпаратпен 36 айлық табысы туралы және НПФ-тан берілетін төлемдері туралы ақпарат бере кетейін. Зейнетке шығатын кезде біз құжаттарды жинаудан бастаймыз. Ол біріншісі еңбек кітапшасы, диплом, балдардың туу туралы куәлігі, 1998 жылдың 1 қаңтарынан бастап зейнетақы аударымдары туралы анықтама егов сайтынан, сол зейнетақы аударымдарының сумасын, инвестициялық табысы есептелінген туралы анықтама қажет болады. Бұл да егов сайтынан беріледі. Және тегі ауысқан жағдайда неке қию туралы куәлік қажет болады. Осы құжаттардың барлығын алып, біз зейнетақы мөлшерін есептеуге кірісеміз. Ең бірінші зейнетақы түрі ол ынтымақты зейнетақы, яғни солидарный пенсия. Солидарный пенсия үшін бізге 1998 жылдың 1 қаңтарына дейінгі еңбек өтілі қажет болады және қатарынан тұрған 36 айлық табысының мөлшері қажет болады. Осыны есептеу арқылы біз ынтымақты зейнетақы мөлшерін шығарамыз. Келесі зейнетақы түрі базалық зейнетақы, яғни қазақстандық зейнетақы. 98 жылдан кейін еңбек өтілін зейнетақы аударымдары арқылы есептеу арқылы және бүкіл өмірлік еңбек өтілін есептеу арқылы шығатын зейнетақы түрі. Солидарный пенсия, базовый пенсия госбюджеттен беріледі және өмірдің соңына шейін төленетін зейнетақы болып табылады. Үшінші зейнетақы түрі ол пенсия из НПФ немесе НПФ-тан берілетін төлемдер деп те аталады. Осы үш суманы қосып есептеп береміз. Бұл кісіде ынтымақты зейнетақы үшін еңбек өтілі 193 айды құрайды, яғни бұл 48,3% береді. Және табысы да максималды сумада болғандықтан, бұл кісінің ынтымақты зейнетақы мөлшері 96.132 теңгені құрайды. Базалық зейнетақы үшін бұл кісінің стажы 30 жылдан көп болғандықтан 105%-ді құрайды. 2023 жылы зейнетке шығатын кісілер үшін 30 жыл максималды еңбек өтілі болып есептелінеді, ал 2024 жыл үшін 30 жылға 105%-дық базалық зейнетақы тағайындалады. Осы госбюджеттен берілетін зейнетақы мөлшері 140.857 теңгені құрайды. Ал НПФ-тан берілетін төлемдердің сумасы 29.817 теңге, яғни бұл 12 жыл 4 ай көлемінде берілетін болады. Яғни НПФ-тағы жинақталған сума біткенше дейін. Үш зейнетақын қосқан кездегі сумасы 170.674 теңгені құрайды. Келесі көрсеткіш біз еңбек өтілін есептейміз. Еңбек өтілі бізде ынтымақты зейнетақы үшін 193 айды құрайды. Сол 193 ай қайдан шықты? Яғни бұл кісі 63 жылы туылған болса, 81 жылы 10 айдан бастап, яғни 18 жасында жұмысқа кіріседі, және ол жерде 2 ай жұмыс істегендіктен 2 ай 9 күн еңбек өтілін береді. Сарымен белгілеп қойған себебім, бірінші және үшінші записке архивтен анықтама қажет болады, себебі мөрі көрінбей қалғандықтан. Келесі 82 жылдан 83 жылдарда жұмыс істеген, 1 жыл 7 ай 29 күн берілген, 83 жылдан 86 жылдар аралығында бұл кісі жоғары оқу орнында оқығандықтан 2 жыл 5 ай 26 күн есепке алынады. Оқумен қатар бұл кісі жұмысты да алып жүрген. Біз расчетқа ең бірінші оқуды аламыз. Оқу біткеннен кейін жұмыс еңбек өтілі есепке алынады, яғни оқу 27 ақпанда бітсе, 28 ақпаннан бастап 21 жылдың наурызына 21 наурызға дейін 86 жылдың бар жоғы 21 күн еңбек өтілін беріп тұр. Келесі 90 жылдан 98 жылға дейін жұмыс істеген. Бұл жақтан да архивтен анықтама қажет, себебі организацияның аты ауысқандықтан. Осы еңбек өтілдерін барлығын біз есептеу арқылы айларға айналдырып ынтымақты зейнетақыны есептейміз. Енді жылдармен айтқан кезде 16 жылдық еңбек өтілі бар бұл кісінің. Келесі көрсеткіш, бұл 98 жылдан кейін еңбек өтілі зейнетақы аударымдары арқылы есептелінеді. Ол үшін біз
анықтаманы аламыз егов сайтынан, сөйтіп қанша ай төленген соның барлығын есептеп шығамыз. Бұл кісі 2001 жылдың 4 айынан бастап зейнетақы аударымдарын жасаған, яғни барлық аударымдардың суммасы 255 айды құрап тұр. Осыны 12-ге бөлу арқылы қазақстандық еңбек өтілі шығады. Яғни қазақстандық еңбек өтілі 21 жылды құрайды. Барлық еңбек өтілі 37 жылды құрайды. Ал бізге максималды базалық зейнетақы үшін 30 жыл 105% береді, яғни ең максималды көрсеткішті көрсетіп тұр. Келесі айта кететін жағдай, бұл 36 айлық табысы туралы анықтама. Қазіргі кезде 36 айлық туралы анықтама қажет етпейді. Бар жоғы сіздер сол қай уақытты көрсететініңізді жазып көрсетсеңіздер жеткілікті. Осы период ретінде мен бұл кісіге 2023 жылдың февраль айынан 2020 жылдың март айындағы уақытты көрсетуді ұсынамын, және 2 жұмыс орындағы табысты көрсетуді ұсынамын. Яғни бұл кісі 2024 жыл зейнетке шығатын болғандықтан, бұл кісінің табысы жеткілікті, және де кішкене артығымен бар. Ол 10.194.490 теңгені құрайды. Ал 2024 жыл зейнетке шығатын кісілер үшін бар жоғы 7.172.550 теңгені құраса да жеткілікті. Бұл жобамен алынған есептеу, яғни бұл кісінің табыс жағынан норманы орындап қойды деп те айтуға болады. Келесі көрсеткіш зейнетақы аударымдарындағы суммасы, яғни инвестициялық табысы есептелінген. Қазіргі кезде ол 4.436.228 теңгені құрайды. Осы сумманы бұл кісі зейнетке шыққаннан кейін 50% шешуге мүмкіндігі болады. Яғни ол 50% шешкен кезде 10% табыс салығы ұсталынады. Сонымен қатар бұл 50% сіз тіс емдеуге, немесе үй сатып алуға, немесе ипотеканы төлеуге, сонымен қатар жөндеу жұмыстарын жасауға ғана шығаруға мүмкіндіктеріңіз болады. Ал егер де шығармаған жағдайда бұл сумманы, яғни 29.817 теңгеден 12 жыл 4 ай көлемінде алатын боласыздар. Ал егер де 50% шығарған жағдайда, яғни осының 12 жыл 4 айдың жартысын алатын боласыздар. Осылай біз ең негізгі көрсеткіштер бойынша 3 зейнетақы мөлшерін есептеп, жаңағы кісіге консультация беріп жібереміз. Сіздер де консультацияға жазылыңыздар, толық ақпаратты сіздерге барлығымен түсіндіріп беретін боламыз. Енді осы ретте айта кететін, ынтымақты зейнетақы үшін бұл кісіде табыс жағынан норма орындалды, яғни жоғары мөлшерде табысы есепке алынды, бірақ еңбек өтілі бойынша кішкене жетпей тұр. Себебі әйелдер үшін максималды зейнетақы алу үшін 240 ай болу керек, ал бұл кісіде 193 айды құрап тұр. Яғни 60% болған кезде, және табысыңыз максималды сумма болған кезде, сіздер ең жоғары деңгейде ынтымақты зейнетақы алатын боласыздар. Келесі көрсеткіш, базалық зейнетақы үшін бұл кісі 105%-ді орындап тұр, яғни максималды мөлшерде базалық зейнетақыны алатын болады. Сонымен екі зейнетақы мөлшерін қосқан кезде госбюджеттен 140.857 теңге зейнетақы тағайындалады. Осы ретте айта кететін, бұл сумма жыл сайын көтеріліп отырады. Ал үшінші зейнетақы түрі бұл НПФ-тен берілетін төлемдер, яғни жаңағы жинақталған суммасын бөліп берілетін зейнетақы болып табылады. Мына жерде біз аслында бүкіл құжаттар бойынша, еңбек өтілі бойынша, сонымен қатар жаңағы табысы жетіспеген кезде қанша құю керек екендігін, және қандай айларды көрсету керек екендігін толығымен жазып отырамыз. Сол себепті зейнетке шығатын кезде консультацияға жазылыңыздар. Номерімді қалдырып кетемін. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сау болыңыздар.